5 рет. Енді ерінді қысамыз да сосын күліп күлеміз. Қан жүрді. Без жаттығу ол тілге қарас жаттығу. Тілмен екі жақта түйреміз. Енді жақты оңға солға, алға артқа. Келесі жаттығу бұл жаққа байланысты екі қолды қоямыз. Бай, тай, сай деп айтамыз. Бай, тай, сай. Бай, тай, сай. Келесі осыған жаттығу. Сол сөздерді қайталаймыз, бірақ мынау астын икқа тигіземіз. Бай, тай, сай. Жақсы, енді егердеріңіз ұзап өтеді. Кез келген спортта басында осылай денені қыздырып алады. Сол сияқты ораторға міндетті түрде осылай деген қыздырып алу керек. Яғни ауызды, тілді. Енді дауысқа байланысты бір-екі жаттығуды көрсетіп жіберейін. Дауысқа байланысты жаттығулар қандай болады? Кәдімгі «н» деген әріп болады. Соны мысалы кейде біреуге «я» дейміз, кейде «н» дейміз, иә? Осы істеңіз. Енді 4 жалпы дауыс дыбыс бар ғой бізде? Дауысты әріпте. А, О, О дегендер. О, осыларды созбай айту керек. Тамақпен. Жалпы бүгінгі мастер-класста біздің жетістікке жетуімізге не кедергі? Жеті кедергі бар. Сол жеті кедергі туралы айтамыз. Одан кейін жетістікке жетуге не септік болады? Сол туралы айтамыз. Одан кейін бір-екі төрт осы көптің алдында сөйлеу тәсілдерін көрсетеміз. Одан кейін әрине тақырыпта болады. Соны қарай осы өздерінің пікірлеріңіз сұрап-жауаптарыңыз болады. Менің аты-жөнім Алмас Ақын. Қазақстан облысында Мақтаарал ауданында туып өстім. Отбасында төртеуміз. Осында екі университетті бітірдік. Жалпы шешенді өнермен 10 жылдай айналысып келеміз. 6 жыл бойы сабақ беріп келемін. 300-дей шәкірттер қанаттарын ұшты. Олардың 80% қазір пайдасын көріп отыр. Байланыстамыз. Жалпы осындай. Енді жетістігі не өлі? Байқайсыздар ма? Қазір 21 ғасырда бәрінде ақпарат бар. Барлық көп нәрсе біледі. Сұрап қалсаңыз, кез келген бір тақырыпты қозғасаңыз, ол туралы өзінің пікірін айтқысы келіп тұрады. Бірақ қызығы сол салада немесе өзінің оқытқан саласында жетістікке жетулер өте аз. Соның себебін қарастырайық. Ең бірінші себеп ол жетістікке жеткізуге кедергі болатын бірінші себеп бұл өз-өзіне сенбеу, сенімсіздік, өз-өзін төмен бағалау. 7 фактор бар, соның бірінші.
сенімсіздік, төмен бағалау. Неге бұлай? Қарасаңыздар, біз кішкентай кезімізде, мысалы, балалар ойнайды, ой жасайды, бүйтеді, кейде мысалы өзімен бір нәрсе шұқылап отырады, сол кезде не істейді? Ата-ана шектейді. Болмайды. Немесе тағандай сөздер айтады. Қой сындырасын дейді. Бала өзі құлайсың дейді. Әлі құлаған жоқ, бірақ құлайсың дейді. Бала ерде жүріп баратып, немесе бір нәрсе айтқан кезде қой сындырасын дейді. Бірақ адам ойламайды, сол сөзбен баланы соны сындыруға жеткеп жатқан. Сосын әрине құлайды ол. Қойсын дегенсін құлайды. Сондықтан бұл бірінші себеп, сенімсіздіктегі. Біз мысалы бір нәрсені басты келсек, сосын тағы да екінші осыған әсер етуші фактор бұл қоршаған орта. Мысалы бір істі бастап деген кезде кейбір айтады, көрдік ол болмайды деген сияқты. Деп және соны дәлелдейді да. Осы құрты көйлек болсын. Бұны қалай отырамыз? Қазір мен сіздерге бір ролик көрсетемін. Жаттығу ретінде. Одан кейін жалпы сіздерге болашақта әке боласыздар, ана боласыздар, балаларыңызды тәрбиелеген кезде күніне таңертең кешке кемінде 50-50-ден баланың арқасынан сипап отырып, сен осы елдің патшасы боласың, немесе осы елдің сұлтаны боласың, немесе көшбасшы боласың, ақылды боласың, дана боласың деп міндетті түрде арқасынан сипалап отыр. Өйткені мына омыртқа бұл сенімділіктің символы. Мысалы, Мекке бар ғой, Меккеде. Меккенің мешіті бар. Соның имамы бар. Ең жас имам соған сұрақ қойылады. Ең жастай имам болған, сол Меккенің имамы болған. Қалай сіз соған жеттіңіз? Не себеп болды деген кезде, менің әлі есімде, менің анам кішкентай кезінде арқамнан сипалайды дейді. Осы Меккенің имамы бар, осы Меккенің имамы бар. Сол менде қалып болған, соған мен жетуге тырыстым.